Кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіштің бірі қалампыр. Оның шайдың шырайын келтірер жұпар иісінен бөлек емдік қасиетінің де орасан екенін біреу білсе, біреу білмес. Бұл ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып та келеді. Сіздермен бірге дертке дауа арнаса, пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қалампырдың бір жылдық және көп жылдық сұрпы аз емес. Оның Азияда, Африкада, Еуропада шөп және бұта болып өсетін 300-дей түрі бар. Солардан бұрынғы КСРО жерінде шығатыны 80-ге дейін жетеді. Өсімдік топтанып өседі. Гүлінен эфир майы алынады. Қалампырдың бірнеше түрі декорация ретінде теплицаларда, құмыраларда өсіріледі. Кейде шалабұта түрінде де кездеседі. Қазақстанның далалық аймақтарында, су алабындағы шалғындарда, тасты төбе баурайында, шалғынды тау бөктерінде 29 түрі кездеседі. Бойының биіктігі 15-50 сантиметрдей, жапырағы таспа немесе қандауыр тәрізді болады. Емдік мақсатта өсімдіктің жер үстіндегі бөлігін гүлдеп тұрған кезінде жинайды. Қалампырдың емдік қасиеті өте жоғары. Халықтық емде тұнба, қайнатпа ретінде қолданады. Тұнба үшін бір ас қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолдануға болады. Ауыз қуысы ауруларын емдеуге де қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз улығанда, тіс шегі түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып, 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң оң нәтиже береді. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауыра бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. 13 ғасырдың өзінде қалампырды ауыз қуысының ауырсынуын басуға қолданған. Оған себепші оның құрамындағы эвганол заты. Сондықтан күнделікті тіс тазартуға құрамында эвганолы бар немесе қалампыр сығындысы бар тіс пастасын қолдануға болады. Тісіңіз қатты ауырса, қалампырдан мынадай дәрі жасауға болады. Әйнегі ыдысқа 0,5 шай қасық қалампыр ұнтағын 0,5 шай қасық кокос майымен араластырыңыз. Осы қоспаны тіс щеткамен ауырған тіске салыңыз. Оны күніне 3 рет қолдана аласыз. Сондай-ақ қалампыр майы денедегі жарақат пен әріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазады. Майды дайындау үшін 100 мг зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуші араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс. Буын ауруларында қалампыр майымен емдеген тиімді. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап, 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтауға көмектеседі. Қалампыр антисептикалық және де ауруды сездірмейтін қасиеттер арқылы салқын тию мен тұмау кезінде де сауығуыңызға септігін тигізеді. Жүкті әйелдер мен 12 жасқа толмаған балаларға қалампыр немесе қалампыр майын жеуге болмайды. Асқазан жарасы, ойық жарасы, колит, дивертикулитпен ауыратын немесе қанды сұйылтатын дәрілерді қабылдап жүрген адамдар тек қана қалампыр қосылған тағамдар мен сусындарды дәрігердің бақылауымен қолдануы керек. Егер қалампыр ұсақталған болса, олар хош иісін, дәмін және әсерін тез жоғалтады және тезірек бұзылады. Осы себепті
Қалампырды толығымен және қажет болған жағдайда үйде сатып алу керек. Қалампырдың сапасы жақсы екенін білудің тағы бір жолы жүзу сынағы. Егер қалампыр ұсақталған болса, олар хош иісін, дәмін және әсерін тез жоғалтады және тезірек бұзылады. Осы себепті қалампырды толығымен және қажет болған жағдайда үйде сатып алу керек. Қалампырдың сапасы жақсы екенін білудің тағы бір жолы жүзу сынағы. Мұны істеу үшін қалампырды қолданар алдында су құйылған ыдысқа салыңыз. Суға батып немесе тік тұрған қалампырдың сапасы жақсы, алайда су бетіне құлап, көлденең қалғып тұратын қалампырдың құрамында майы аз болады. Қалампыр жаңадан дайындалған болса, ең жақсы жолы таза ұстаңыз. Ауа өткізбейтін әйнекті пайдаланыңыз. Барлық немесе ұнтақ түрінде қалампыр салқын, қараңғы және құрғақ жерде сақталуы керек. Егер ұнтақталған дәмдеуіш бұрыннан сатып алынған болса, оны мүмкіндігінше тезірек пайдалану керек. Өйткені ол өзінің дәмін, иісін және әсерін тез жоғалтады. Бір бүршіктің 20% құрамында эвганол, карилофилон, иланген және тағы да басқа хош иісті заттар бар және де эфир майы. Қалампыр ас қорыту процестерін нығайтуға және ас қорыту жолдарының жұмысын жақсартуға көмектеседі. Мұны істеу үшін бір шай қасық қалампырдың 2 бүршігін шайнау керек. Бал тамақтан 15 минут бұрын. Абайлаңыз, қарсы көрсеткіштер бар. Асқазан және 12-лік ішектің ойық жарасында, сондай-ақ жоғары қан қысымында сізге қолдануға болмайды. Барлық басқа жағдайларда бұл ұсынылады. Ас қорыту процестерін ынталандыру және метаболизмді қалыпқа келтіру салмақты тезірек жоғалтуға көмектеседі. Қалампыр мен таниндерде, сондай-ақ глюкозидтерде және де шырышта бірдей мөлшерде. Егер ақуыздардың, майлардың және көмірсулардың құрамын қарастыратын болсақ, онда қалампырда 6% ақуыз, 20% липидтер, шамамен 27% көмірсулар бар. Дәмдеуіштердің шамамен 30% талшықтан тұрады. Қан қысымыңыз төмен болса, қалампырды қолданып көріңіз. Сізге тек бірнеше кішкентай құрғақ бүршіктерде шайнау керек және кофеден гөрі әсері жақсы болады. Бас ауруы ол бірге жүреді. Төмен қысым, летаргия мен бас айналуы жоғалады. Бар адамдар қалыпқа қысымы кейде бір кесе кофені қалампырмен ауыстыруға да нұсқайды. Керемет қуаттандырып қана қоймайды, сонымен қатар дененің қорғанысын ылғалдандырады. Қатерлі ісіктің алдын алу үшін қалампыр құрамындағы рак клеткаларының өсуін бәсеңдететін және жаңа жасушалардың пайда болуына жол бермейтін эвганол молынан жеткілікті. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.